Саламатсыздарбы окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын такырыбы казактын улуттук оюну асык атуу оюну. Асык оюну казактын күнүнө келе жаткан спорт түрү болуп табылат. Oyun barысы кызык болгондуктан кеңине таралган спорт түрү болуп табылат. Асык оюнунун негизги максаты окуучуларды далиликке, мергендикке, шапшаңдыкка баулойт. Асык балалар арасында таанымал улуттук оюн. Және де бұл ойындағы басты бұйым асық. Асық 4 түлік малдың тілерсегінде болатын шымыр сүйек. Ойында сақа ең басты соғушы асық. Ал енді ойын шарттарымен танысайық. Диаметрі 1 немесе 2 метр шеңбер сызылады. Соққы жасалатын сызықтың шеңберден ара қашықтығы 4 метр болады. Кезек сақаларды араластыру арқылы анықталады. Ал енді оқушылар асықтардың тұрысымен танысайық. Тәйке, алшы, шік және бөк. Ойынның басты мақсаты шеңберден барлық асықты атып шығару. Асық балалар үшін таптырмас ойын болып есептеледі. Және оны ешқандай да компьютерлік ойын алмастыра алмайды. Оқушылар асық ату ойынының жалпы ережесімен танысып болсақ, осымен дене шынықтыру сабағын аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.